Сәлем достар, бүгін сіздермен керемет самсаның рецебімен бөлісемін. Бізге керек ұн, жұмыртқа, сары май, қаймақ, сүт, тұз, қант, қамыр қопсытқыш. Жұмыртқа, тұз, қантты араластырамыз. Ерітілген, бірақ сәл суыған сары майды қосып араластырамыз. Сүтті қосамыз. Қаймақты қосып араластырамыз. Егер де сіздерде қаймақ болмаса, майонез қоссаңыздар да болады. Иліктен өткізілген ұн мен қамыр қопсытқышты 2-3 бөлікке бөліп салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды көп илеп қажет емес, біркелкі болып жиналса болды. Дайын болған қамырды пищевой пленкаға орап, холодильникке 30 минутқа салып қоямыз. Қамырды холодильниктен алып, майда бөліктерге бөлеміз. Өзіңізге қандай бөліктер ыңғайлы, үлкен самсама, кіші самсама, соған қарай өздеріңіз бөліктерге бөлесіздер. Бір бөлікті алып жаямыз. Салмасын салып, самсамызды түйеміз. Мен осы жолы өрмедім, 3 бұрышты етіп жасадым. Жұмыртқамен бетін жағамыз, мак немесе кунжут себеміз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35 минуттай пісіреміз. Біздің өте песочный, жұмсақ самсаларымыз дайын болды. Салмасы көп, қамыры жұмсақ, қамырының өзі қандай тәп-тәтті. Қараңыздар, қандай нәзік, салмасының өзі көп. Өте дәмді самса. Қонақ күткенде жасасаңыздар, дастарханда өте әдемі болып тұрады, және де қонақтарыңызға ұнайды деген сенімдемін. Жасап көріңіздер, лайк, подписки ұмытпаңыздар. Көп рахмет.